Ұстаздық ұлы іс. Ұстаз болу адамгершілік пен ұлы еңбектің шарбасы десек, сол биікке жету талаптың асқар шыңы. Екі қолынан күрек тайып түскенше, қажыр қайраттың қашқанша ерінбей еңбек ету керек. Ол үшін еңбекті сүю керек. Еңбек ол асқақ армандардың жолында төселу, өз жұмысыңнан бақыт тауып қиыншылықтармен шыңдалу. Осылайша еңбекпен бірге жеңіске жету. Мен ұстазбын. Ұлт тағдырын жүрегіне түйген, шәкірт жанының дүрсілін сүйген. Әрбір оқушыға сара жол көрсетіп, білім нәрімен сусындатып, бүгінгі күннің жаңа мазмұндағы білім баспалдағына мінгізіп, кешегі қолына қылыш ұстаған Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбайлардың ұрпағының қолына қалам ұстатып, біліммен әлемді тербеткен аяулы ұстаз болғаныма мақтанамын. Бұл менің армандаған және армандай беретін, сүйген және мәңгілік сүйіп өтетін де мамандығым. Қазақстан Республикасының жалпы білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша сертификатталдым. Менің басшы болудағы мақсатым оқушылардың санасының саңлауына білім нәрін құю, болашаққа білімді, көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар мен азаматшалар дайындау, тал бесігінен тәрбие беру. Мұның өзін екі түрлі бағытпен саралап жүзеге асырып келемін. Біріншіден, ұлттық болмысымыздан ажырамай, ата-бабаларымыздың тәрбиесінен қанымызға сіңген адамгершілік ізет пенен ізгіліктің нұрынан аластамай тәрбиелеу. Екіншіден, жаңашыл көзқарастағы қоғам көшінен қалыс қалмай, оқушыларға жаңаша тәрбие беру. Жүйрік уақытпен жарыса жүріп, ескі сүрлеумен жаңа бағыттағы сабақтастырып, қазақи болмысын сақтай отырып, бір ағысқа түсіру. Сондықтан мектепті басқаруда ұжыммен жасалатын жұмыста басшылық мақсаты айқын әрі нақты болу керек. Нақты мақсаттардан құрылған баспалдақтан сүрінбей өту арқылы біз жастарымыздың тәрбиесінің оңды болуы үшін тың жобаларды іске қостық. Бірінші жоба Абай әлеміне саяхат клубы мектепте осындай атаумен клуб өз жұмысын жүргізіп жатыр. Бұл ретте айтарым, қазаққа Абайдан артық айтқан адам жоқ. Сондықтан Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін оқушылардың жүрегіне сіңіру менің басты мақсатым. Абай атамыздың өлеңдерімен сусындаған ұрпақ ешқашан жамандыққа бармайды, ешқашан еңбектен қашпайды. Біз Абайдың өлеңдері мен қара сөздерін елбасымыз айтқан үш тілдік саясатында жаттап, балалардың өзге тілге деген тілін бастауыш сыныптан бастап сіңірудеміз. Екінші жобам «Мың кітап» жобасы. Бұл жобаны іске қосудағы мақсатым мектептегі кітапхана қорын байыту. Сол арқылы оқушылардың дүниетанымын кеңейту. Мектебіміздегі келесі жоба «Мың ағаш» жобасы. Бұл жобаны іске қосудағы мақсат ауылды көркейту. Әрбір жоба оқушылардың қатысуымен ғана іске асатындықтан бұл жобада балалар тысқары қалған жоқ. Келесі жоба «Үштік одақ». Бұл жобада қоғам, оқушы, мұғалім бір-бірімен тығыз қарым-қатынас жасайды. Әр ай сайын қоғам, мұғалім тарапынан оқушыларға қазіргі таңдағы өзекті тақырыпқа айналған мәселелерді қозғап, дін туралы, мамандыққа қатысты туған тіл, мәңгілік ел тақырыптарында қызу пікірталас өткізіп, лекциялар оқылады. Мұның оқушыларға берері мол. Сондай-ақ олардың қоғаммен араласуы, өз ойын ашық жеткізу ерекше жоғарылайды. Осы жоба аясында біз әр сыныптан ұл балалардан бір көшбасшы президент таңдадық. Ол оқушылармен тығыз қарым-қатынаста болып, олардың пікірін жинақтап, ортаға салдық. Және айына бір рет сынып лидері атты сайыс өткізіледі. Мектебімнің білім саласында жетістіктері өте көп. Біздің Қордай білім бөліміне қарасты нөмір 28-ші Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектепте барлық педагогтар 35. Оның ішіндегі 31 жоғары білімді педагогтар. Жоғарғы санатты мұғалімдер 1, бірінші санатты мұғалімдер 2, екінші санатты мұғалім 4. Педагог сарапшы 14. Педагог модератор 10. Болашақта бұл педагогтар
өз дәрежелерін жоғарылайды деп сенемін. Мектебімізде Б2 деңгейіндегі ағылшын тілі курсын тәмамдаған бір мұғалім сабақ береді. Және 3 тренер ұстазымыз бар. Оқушылардың түрлі спорттық байқаулар мен жарыстарға қатысу көрсеткіші төмендегідей. Республикалық хореография бойынша 8 оқушы Алматы қаласынан 1-ші орын алды. Ғұмырдария байқауынан 12 оқушы 3-ші орын алды. Басқа да спорттық жетістіктері облыстан 4 диплом, ауданнан 5 диплом. Сонымен қатар халықаралық деңгейдегі олимпиадалар мен байқауларға 10 оқушымыз қатысып жүлделі болды. Республикалық деңгейде 20 оқушымыз, облыстық деңгейде 20 оқушы және аудандық деңгейде 15 оқушы жүлде алды. Өткен оқу жылындағы көрсеткіштердің жиынтығы нәтижесінде мектебіміз даму режиміндегі мектептер қатарына кірді. Сөзімді қорыта келе, әрқашан сабырлы, білімді адам биік шыңдарға жетеді дегім келеді.